Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің қазіргі сабағымыз рационал өрнектерді көбейту және бөлу. Енді рационал өрнектерді көбейту және бөлуде, яғни бөлшек өрнектерді бір-біріне көбейткенде бөлген кезде жай бөлшектерді көбейту бөлумен ұқсас. Жай бөлшектерді көбейту бөлуді жақсы білсек, бұны да қиналмай шығаруға болады деген сөз. Яғни екі бөлшек өрнекті бір-біріне көбейткен кезде біз алымына алымын, бөліміне бөлімін көбейтіп қоямыз. Мысалы, b-дана көбейту еннен ем дегеніміз b көбейту еннен a көбейту ем. Демек, b еннен a ем. Не болмаса, қысқаратындар болса қысқартып, сосын барып та көбейтуге болады. Яғни қысқарту барысында біз алымымен бөлімін, бөлімімен алымын қысқартуға болады. Онда осы бойынша біз мысалдар қарастырайық. Онда бірінші мысал. 4b квадраттан a куб көбейтілген a квадраттан 6b. Ондай болатын болса, біз жаңағы ереже бойынша алыммен алымы, бөліммен бөлімі көбейтіледі дедік. Не болмаса, жай бөлшектерді бір-біріне көбейткен кезде біз алыммен бөлімін қысқаратындар болса қысқартатынбыз. Сол сияқты бұны да қысқартуға болады. Онда біз мына жерде тұрған жердің өзінен қысқартып беруге болады, не болмаса көбейтіп барып қысқартуға болады. Онда мынаның мағынасы бізде 4b квадрат көбейту a квадраттан a куб көбейту 6b деген сөз. Онда ары қарай қысқартамыз біз енді қысқаратындарды. Мына 4 пенен 6 қысқарады. Онда мына жерде бізде 3 қалады, яғни 6 мен 4 екеуі де 2-ге қысқаратындықтан, ал мынада 2 қалады. Өткендегі сияқты b квадрат пен b қысқарады. Онда мына жерде 1 қалады, ал мынада b-ның 1-еуі қалады. Сол сияқты a куб пен a квадрат қысқарады. Онда мына жерде 1 қалады, ал мына жерде a қалады. Онда тең осы бойынша біз енді мыналарды бір-біріне көбейтеміз. 3 пен 1-ді көбейтеміз, 3, a мен көбейтеміз, сонда 3a алымында болады. Онда бөлімінде бізде 2b қалды деген сөз. Осылай қысқартамыз. Не болмаса, біз мына жерде тұрған кезде бұлай қысқартып жүруге де болады. a куб 4b квадрат көбейту a квадраттан 6a. Әдетте бұлай да қысқартуға болады. Мына мен екеуі қысқарады, жоқ. b ғой. Қысқарады. Сонда мына жерде 6 мен 4 қысқарғанда 3, сосын мынада 2b қалады деген сияқты. Ал мына мен мынаны қысқартып, мынада 1, мынада a қалады. Сонда бір-біріне көбейтіп жүреміз. Мына мен екеуі көбейтіліп 2b, мына мен екеуі көбейтіліп 3a деп бұлай да есептеуге болады міне. Енді екінші мысал. Емнен p ем қосу 2p көбейту ем квадрат минус 4-тен p ем квадрат. Ондай болатын болса, бұл көбейту барысында жаңағы алыммен алым, бөліммен бөлімі көбейтіледі. Қысқарады дедік. Сосын алымдар мен алымдарын, бөлімдер мен бөлімдерін өзара көбейтіп қоямыз. Ал қысқарту үшін біз міндеттерді көбейткіштерге жіктеу керек екенін білеміз. Онда мынаны көбейткішке жіктейік. Емнен мына екеуінде ортақ көбейткіш бізде p бар. P-ны шығарамыз жақшаның алдына. Сонда ем қосу 2 болып кетеді. Ал көбейтілген мынау ем минус 2 және ем плюс 2 квадраттар айырмасының формуласына жіктеледі. Ал онда мына жерде бізде p ем квадрат болды. Емді ары қарай қысқаратындар қысқартамыз. Мына жерде ем плюс 2 мен ем плюс 2 қысқарып кетеді. Ал мына жерде емнің квадраты мен ем қысқарып кетеді. Мына жерде 1, мына жерде ем қалады деген сөз. Онда бізде астында мынау 1, мына 1 менен мынаны көбейтеміз. Немесе 1 көбейту ем минус 2, мынада да 1, сонда бізде бөлімінде ем минус 2 қалды деген сөз. Ал алымында мынада p қалды. p, ал мынада мына жерде p көбейту, ал мынада p ем қалды деген сөз. Онда ол тең болады ем минус 2-ден p мен p көбейтілу барысында p-ның квадраты ем болады. Онда бұл көбейтілді деген сөз екі өрнек.
Үшінші мысал. Енді біз x плюс a мына екеуін бір-біріне көбейтейік дейді. Онда біз x плюс a, x минус a, ал енді мына жерде x квадрат минус a квадратты көбейт деп тұрғандықтан, оның біз астында бір бар деп қарастыруға болады. Яғни көбейту мынау x квадрат минус a квадрат астында бір бар деп қарастырамыз. Енді барып біз x квадрат минус a квадратты көбейтуге дейміз. Сонда x қосу a бөлінген x минус a көбейтілген мынау дегеніміз x минус a және x плюс a болады. Бірден. Ондай болатын болса, бізде қысқарады, міне x минус a менен x минус a қысқарып кетеді. Тең, онда мына жерде бір қалды деген сөз. Онда бірден x плюс a көбейтілген бірден x плюс a. Демек, бұл x плюс a-ның квадраты бірден, ол дегеніміз x плюс a-ның квадраты болады. Енді бөлшекті бөлшекке бөлу. Бөлшекті бөлшекке бөлуде жаңағы айтылғандай жай бөлшекке бөлгенде сомен ұқсас бөлшекті бөлшекке бөлуге болады. Яғни біз жай бөлшекке бөлген кезде бөлгіштің кері санын бөлінгішке көбейтіп беретініміз. Мынау да дәл сол сияқты. Мына жерде мысалы b-дан a-ны өзгертпей өзін жазамыз. Мына бөлгіш өрнек болып тұрған емнен емді кері санын, яғни емнен ем бұлай аударып, емнен ен аударып түсіріп көбейтеміз. Сосын ары қарай көбейтумен ұқсас көбейте береміз. Яғни b емнен a ен деп. Демек, бөлшекті бөлшекке бөлген кезде, бөлшек өрнекке бөлген кезде, бөлінгіш өрнек өзгертпей өзін түсіреміз. Ал бөлгіш өрнектің кері санын көбейтіп береді екенбіз. Онда осы бойынша мысал қарастырайық. Мысал b квадраттан 7a квадрат бөлінген b-дан 14a. Онда біз жаңа айтып кеттік, b квадраттан 7a квадраты өзі түседі, көбейтілген b-дан 14a алым мен бөлімін ауыстырамыз, 14a-дан b болады. Енді ары қарай көбейтумен ұқсас алдымен қысқартып, сосын көбейтіп жүруге болады. Онда b квадратпен b қысқарады, мына жерде 1 болады, ал мынада b қалады. Ал 7a квадратпенен 14a қысқарады, онда 7 мен 14 қысқарған кезде мына жерде 2 болады, ал a-да 1, ал мына жерде 7 мен 14, мына жерде 1, сосын мынада 1, ал a квадратпен a қысқарған кезде бұл жерде a-ның біреуі қалды деген сөз. Онда бізде бірінші өрнекте b-дан a қалды, көбейтілген, ал екінші өрнекте мына астында 2, үстінде 1 қалды. Онда алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтеміз, онда 2 b-дан a деген өрнек қалады. Енді 5-ші мысалды қарастырайық. a-ның квадраты минус 9, 3y-тен a квадрат минус 9 бөлінген a қосу 3. Ондай болатын болса, біз жаңаға мен ұқсас a қосу 3-тің бөлімінде 1 бар деп қараймыз. Демек, a-ның квадраты минус 9 бөлінген 3y бөлінген біз мына жерде a қосу 3-тің бөлімінде 1 бар деп қарастыруға болады. Яғни кез келген санды бірге бөлсек, сол санның өзі. Тең болады. Енді ары қарай біз бірінші мына a квадрат минус 9 көбейтуге ештеп жүрейік. a минус 3 және a плюс 3 бөлімінде 3y. Енді біз бөлген кезде кері санын көбейтеміз деген бойынша a қосу 3-тен 1 қып түсіріп жүреміз. Онда мына a қосу 3 пен a қосу 3 қысқарады. Тең болады 3y-ден a минус 3 пен 1-ді көбейткенде a минус 3 болады деген сөз. Енді осы бойынша жаттығу есептерін қарастырайық. Онда 16 b-дан 9-а көбейту 3-ден 2. Онда біз қысқартамыз бірінші. Онда 16 менен 2 қысқарады, мынада 1, ал мынада 8 болады. Яғни екеуі де 2 қысқарып, 16-ны 2 бөлсек 8. Ал 9 бен 3 қысқарады, онда мына жерде 1,
ал мына жерде 3 болады. Енді біз мына жерде онда 8b қалды. Ал мынада 3a қалды. Ал сонда 8b менен 1-ді көбейткенде 8b-ның өзі, 3a менен 1-ді көбейткенде 3a-ның өзі болды. Яғни 8b-дан 3a болды деген сөз онда бұл өрнекте. Ал енді екінші өрнекте бөлу болатын болса, келесісінің кері санын көбейтеміз. Онда 21d квадраты өзі түседі. 8-сына өзін жазамыз. Көбейтілген кері саны 6s квадрат бөліміне кетеді. 7d алдына кетеді. Ауыстырып түсіріп жүреміз. Тең болады. Енді қысқартамыз ары қарай. Бірінші 21 мен 7-ні қысқартамыз. Мында 1, мында 3. Ал d квадрат пен d-ны қысқартамыз. Онда мынада d, мынада 1 болды. 8 менен 6-ны қысқартамыз. Онда мынада 3, ал мынада 4 болады. Сол сияқты с мен с квадратты қысқартамыз. Сонда бізде мынада 1 қалады, ал мынада с-ның 1 қалады. Сонда біріншіде бізде мына жерде 3d қалды, үстінде 4 пен 1-дің көбейтіндісі 4 қалды. Көбейтілген мынаны бөлек жазып жіберген түсінікті болу үшін 3s-дан 1 мен 1 қалды. Сонда тең бізде тең 9s-дан 4 деген өрнек қалды деген сөз. Онда үшінші есепті көрейік. 4b квадраттан 11a бөлу болғандықтан бұл бірінші өзін жазамыз. Бөлінгіштің көбейтілген. Енді мына жерде мынаның астында 1 бар деп ойлаймыз да, соның кері санына көбейтіп жібереміз. Яғни 22a квадраттан 1 болды. Енді ары қарай қысқарады. Бізде 11a менен 22a квадрат қысқарады. Онда мынада 1 қалады, ал мынада 2 қалады, және a қалады. Енді көбейтеміз. 4b квадрат пен 2a-ны көбейткен кезде 4 пен 2 көбейтіліп 8a сосын b квадрат. Ал 1 мен 1 көбейтіліп алымында 1. Яғни 8a квадраттан 1 қалады деген сөз. Енді жаттығу 2. 8x квадрат y-тің 4 дәрежесін 8 Енді біз бұл жерде 8x квадрат y-тің 4 дәрежесін жерге жаза берейін. Астында 1 бар деп қараймыз. Астында 1 бар деп қараймыз да. Онда біз мынамен мынаны, яғни 8 мен 4-ті қысқартамыз. Онда мына жерде 1 болады, ал мына жерде 2 қалады. Сол сияқты y-тің 4 дәрежесі мен y-тің кубын қысқартамыз. Сонда дәреже көрсеткішінің кішісіне қысқарады, ода 1 қалады дегенбіз. Ал мынау y-тің 4 дәрежесінде y-тің 1 қалады. Сонда бізде мынаның астында мынауда 1, мынауда 1, мынауда 1 ондай болатын болса, бізде бұнымыз бірінші таңбасын анықтап аламыз. Минус болады. Минус. Минус бөлімінде 1 қалды. Онда алымында бізде мына жерде 2y, 2y, сосын x квадрат бар бұл жерде. X квадрат, сосын 3x бар. Сонда тең болды. Онда 6x куб y қалады деген сөз. 6x куб, мында y қалды. Минус таңбасы бар алдым. Бұнда минус 6x куб y. Екіншісін қарастырамыз. Бұл бөлу болғандықтан бірінші өрнекті өзін түсіреміз. X-тен көбейтіп шештеп жүрейік енді. X жақшында x қосу y. Ал келесі өрнектің кері санын, яғни алым мен бөлімін аударып түсіреміз. Y үстіне кетеді. Ал астында мынаны көбейтіп тағы да көбейтіп шештеп жүрейік. Y шығарып жүреміз. Сонда x қосу y болады бізде. Онда тең болады. Тең болады. Мына жерде x қосу y пен x қосу y қысқарады. Ал мына жердегі x пен x өзін қысқарта беруге болады.
Ал мына жерде y пен y қысқарып кетті, онда барлығында 1, 1-ден 1, яғни тең 1 қалды. Енді үшінші есеп, бұда бөлу, сондықтан бірінші кері санын көбейтіп аламыз. X квадрат қосу 4x, x квадрат минус 4. Көбейтішке ештемей тұрып, кері санын жазып алайық түсінікті болу үшін. Онда x минус 2 үстіне кетеді, 3x плюс 12. Тең болады, енді мынаны көбейтішке ештеп жүреміз. X-ті шығарып жіберем, сонда x қосу 4 болады. Ал бөлімі x минус 2 және x плюс 2 квадраттар айырмасының формуласы көбейтілген. Мынада x минус 2 алымында бөлімінде 3-ті шығарып жүреміз, сонда x қосу 4 болады. Енді ары қарай қысқаратындарын қысқартамыз. X қосу 4 пен x қысқарып кетеді. X азайту 2 мен x азайту 2 қысқарып кетеді. Сонда бізде алымында мына жерде 3 қалады, екеу көбейтіледі, 3 алдына жазылады, онда 3 жақ ішінде x қосу 2-ден, онда мынада x қалды деген сөз. Енді үшінші жаттығу 4x квадрат минус 25 y квадрат. Онда біз мынаны көбейткішке жүктейміз бірінші. Көбейткішке жүктеу барысында мынау формулаға келеді. 2x минус 5y және 2x плюс 5y. Ал мынандай формула, яғни x қосу 2, сосын x квадрат минус 2, x плюс екінші санның квадраты 4, яғни бұл күптер қосындысының формуласы болатын. Ал мына жерде біз көбейту қылып, енді кері сан түсіп жүрек, яғни 2x қосу 5y бөліміне кетеді. 2x қосу 5y бөліміне кетеді. Ал мына жерде x квадрат минус 2x плюс 4 алымына кетеді. Бірақ бұл көбейтішке ештемейді. Енді біз x квадрат минус 2x плюс 4 мұнаменен мынау қысқарады, және 2x минус 5y пен 2x плюс 5y пен 2x плюс 5y қысқарады. Сонда бізде тең қалады бөлімінде x плюс 2, ал алымында 2x минус 5y. Енді екінші есепті қарастырайық. Бірінші, бұлардың екеуінде де ортақ көбейткіш бар, сол ортақ көбейткіш жақшаның алдына шығарамыз. Онда мына жерде x-тің 5 дәрежесі мен x-тің 7 дәрежесінде бізде x-тің 5 дәрежесі, яғни дәреже көрсеткішінің кіші жақшаның алдына шығады дегенбіз. Сонда мынада 1 қалады, және x квадрат қосу x квадрат қалады. Келесінде біз мына жерде x квадратты шығарамыз. X квадратты шығарған кезде мынада 9 минус x-тің 4 дәрежесі қалады. Көбейтілген біз кері сан түсіріп жүреміз. Кері сан түсіріп жүректе x-тің 9 дәрежесі қосылған x-тің 7 дәрежесі ол үстіне астында тұрған үстіне кетеді, яғни ол x-тің 7 дәрежесін бір жерде шығарып жүреміз. Сонда мына жерде x квадрат қосу 1 қалады бізде. x квадрат қосу 1 қалады. Ал енді мынау бөліміне, яғни астына кетеді. Онда біз x квадрат шығарамыз бұл жерден. x квадрат шығарамыз. X квадрат шығарған кезде бізде x квадрат минус 3 болады. Тең. Енді қысқаратындарын бұл жерде мына екеуін қысқартып жіберейін, ықшамдырақ болу үшін. Сосын мына екеуі көбейтіліп, менде x-тің 7 дәрежесі болып кетеді. Ал мына екеуі көбейтіліп, x-тің 9 дәрежесі болып кетеді. Сосын мынау 9 минус x-тің 4 дәрежесі ол көбейтішке ештеліп кетеді. Яғни 3 минус x квадрат және 3 плюс x квадрат. Онда бұл 3 минус x квадрат және 3 плюс x квадратты көбейтішке ештеліп кетті. Ал астында бізде және де x квадрат минус 3 қалды.
x квадрат минус 3 қалды. Ондай болатын болса, мынау x квадрат минус 3, ал мынау 3 минус x квадрат, мынаның минусын шығарып қысқартуға болады. Яғни минусын жақшаның алдына шығарып жіберіп қысқартуға болады екеуін. Сонан кейін, яғни мынада минус қалды деген сөз. Ал мынамен мына екеуін қысқартуға болады. Сонда мынада 1 қалады. Ал мынада x квадрат қалады. Сонда бұнда бұл өрнекте бізде тең болды x квадрат, яғни минус бар мына жерде, минус x квадрат жақ ішінде 3 плюс x квадрат немесе x квадрат плюс 3 деген сөз. Енді үшінші есептейміз. Көбейту болғанда біз көбейткіш шештейміз. Онда біз мына жерде а квадрат минус 5а плюс 6 аша түрінде көбейткіш шештеу бойынша жіктейміз. Яғни 6 дегенім ол 2 мен 3-тің көбейтіндісі. Онда бұл болады бізде а минус 2 және а плюс 3-ке жіктеледі. Ал бөлімінде 12 дегенім ол 3 пен 4-тің көбейтіндісі. 3 пен 4-тің көбейтіндісі. Яғни былай болып тұр бізде мына жерде міне. Мынау а, мынау а. Ал мына жер 3 және 4. 3, 4, 12 мынау шығып тұр. Және 3а қосу 4а 7а шығып тұр. Онда сол бойынша бізде бұл а қосу 3 және а қосу 4 деген сөз. Келесі. Мынадан біз үстінен аны шығарып жібереміз жақшаның алдына. Сонда а қосу 3 болады. Ал бөлімінде бұл формулаға келеді. Яғни а минус 2-нің квадраты. Тең ары қарай біз қысқартамыз енді. Мына жерде мынау а қосу 3 пен а қосу 3 мынаны немесе мынаны қысқартуға болады. Ал а минус 2 менен а минус 2-нің біреуі қысқарады. Яғни мына жерде а минус 2 қалды, мынада 1 қалды деген сөз. Енді ары қарай қалған мүшелер жазамыз біз. Тең болады мынада а минус 2 және а плюс 4-тен а жақ ішінде а қосу 3 қалды деген сөз. Енді төртінші жаттығу көбейткішке жіктейміз онда. Біріншісінен аны шығарамыз. А қосу x болады. Қосылған мына өрнектен екеуінен де b-ны шығарып болады. Онда b-ны шығарып жүреміз. Сонда бізде а қосу x болады бұдада. Ал мына жерден біз а квадрат минус ax аны шығаратын болсақ а минус x. Ал мынада минус b, онда да а минус x. Онда оны біз мына жерден аны шығарамыз. Сонда а минус x болады. Қосылған. Мына екеуінен біз ортақ көбейткіш b-ны шығарамыз. Ортақ көбейткіш b-ны, яғни біз бұл жерде минус b-ны шығару керек екен. Минус b. Сонда а минус x болады. Яғни бұл жерге біз минус b-ны шығарамыз. Минус b-ны шығарамыз. Сонда а минус x болады. Көбейтілген. Келесі өрнекте де сондай. Біз мына жерде екеуінен бірдей аны шығарып жүреміз. Аны шығарып жүреміз. Сонда а минус x болады. Ал минус мына жерден b, мына жерде b а минус x, яғни біз плюс b-ны шығарады екенбіз бұл жерде. Плюс b-ны шығарамыз. Сонда алдымен плюсын жазам, а-ны, сосын минус x-ті жазам. Бұда а минус x болады. Енді мына жерде мына екеуінен біз екеуінен бірдей аны шығарып жүреміз. Аны шығарсақ, бұл жерде а плюс x болады. Аны шығарып жүреміз. Сонда а плюс x болады. Сосын мына екеуінен минус b-ны шығарып жүреміз. Минус b-ны шығарып жүреміз. Сонда бізде x плюс а, демек а плюс x деген сөз болады. А плюс x. Ары қарай жалғастырамыз. Тең ортақ көбейткіш шығады. Онда бізде біріншісінде а плюс x, онда мынада а плюс b қалды. Ал мына жерде а минус x шығады.
а минус 2 шығады. Сонда бізде а минус б қалды. Көбейтілген. Енді мынадан а минус 2 шығады. А минус 2 шығады. Сонда а плюс б қалды бізде. Ал мына жерден а плюс x шығарамыз. Сонда а минус б қалды. Ары қарай қысқартамыз. Онда мына жерде а минус x пенен а минус x қысқарады. Ал а плюс x пенен а плюс x қысқарады. Сонда мына мінекей көбейтіледі бізде а минус б-ның жақша сыртында квадраты болады. Сосын мына мінекей көбейтіледі а плюс б-ның жақша сыртында квадраты болады. Демек, бұны біз енді а минус б-дан а плюс б-ның квадраты деп те жазуға болады. Ұқсас қалай тұрса да. Екіншісін қарастырайық. Енді екіншісінде біз бірінші көбейтгіш деп аламыз. Мынау өзі тұрады, мынау тұрады, мынау тұрады, ал мынау x-ның 4 дәрежесі минус 1 көбейтгішке eşitеледі. Онда біз мына үшеуін бір-біріне көбейтіп жіберсек, бізде мынандай мұны үшеуі көбейтіледі. Бізде x-дің мынада 1 дәреже, 1 дәреже, 2 дәреже, 4 дәреже болып кетеді. Ал мынау бізде x минус 1 үсті көбейтілу барысында x плюс 1 x квадрат плюс 1 көбейтілген x-дің 4 дәрежесі көбейтілген. Енді мен мына өрнекте x-дің 4 дәрежесі минус 1-ді x-дің квадраты минус 1 және x-дің квадраты плюс 1 деп көбейтгішке жіктеп жібердім. Демек, мұны үшеуін көбейткенде x-дің 4 дәрежесі болды. Ал x-дің 4 дәрежесі минус 1, x квадрат минус 1, x квадрат плюс 1 болды. Ал үстіндегі өзара көбейтілді. Енді біз мына x-дің 4 дәрежесі мен x-дің 4 дәрежесін қысқартуға болады. x квадрат пен x квадратты плюс 1-ді қысқартуға болады. Ал мына жердегі x квадрат минус 1, ол бізде x плюс 1 және x минус 1. Ал мынау x минус 1 өзін түсіреміз, x плюс 1 ар жағы қысқарып кетті. Сонда бұларда қысқарып тең 1 деген өнімдік қалды деген сөз. Онда осымен бүгінгі өтілген сабағымыз аяқтады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.